Сәлеметсіңдер ме оқушылар, шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар жіктеу есімдігі деп аталады. Сабағымыздың мақсаты берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірімді білдіремін, жіктеу есімдіктерін білемін. Бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Жақсылап тыңдаймыз, мәтін өте қызықты балалар. Ол бүрген кезде, бүрген деген былай, түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқырды да тайсалмай алады. Балалар, аңшылық үшін кейбір адамдар бүркіттерді асырайды. Бүркіт қоян, тиен, құр, кейде тырнаға да түседі. Түседі дегеніміз аулайды деген сөз. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-1922 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген екен. Адамдар атқан екен оны. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң, қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Бізде жақсы балалар, иә? Кестеде берілген ақпаратты пайдаланып, бүркіт туралы мәтін құрап жаз. Міне, Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулар бізге беріліп қойған барлығы балалар. Тек қана біз мәтін құрасақ болды. Қай жерге ұя салады? Биік ағаштар, зәулім жартастарға. Ұя салу науқан, наурыз, сәуір айлары. Жұмыртқа саны 1-2, қандай құсқа жатады? Жыртқыш. Қалай басылсақ болады? Бүркіт, жыртқыш, құс. Олар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары Іле алатауында мекендейді. Биік ағаштар мен зәулім жартастарға ұя салады. Деген сияқты өзіміз құраймыз. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, жаңылтпашты оқы. Қара бүркіт томағасын түсірді, томағаламай, томағалайды дейді. Ал не деп қоямыз балалар? Біріншісі, соңғысын айтайын. Кім томағалайды болады? Қара бүркіт томағасын түсірді, мен. Одан кейінгі сөз қандай болады? Табыңдар. Ең соңғысы кім томағалайды? Міне, бұлар кім, мен, оны дегеніміз бізде есімдіктер, яғни жіктеу есімдіктері. Сөйлемдерге тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Тыныс белгісі балалар қай кезде қойылады? Сөйлемнің мағынасын білетін кезде, және де ой аяқталған кезде қойылады. Міне, саятшылық құс салып, аң аулау өнері, мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Саятшылық дегеніміз құс салып аң аулау өнері. Нүкте, міне, бітті. Мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Міне, балалар ой аяқталған кезде нүкте қойылады. Олар көбіне бүркіт, лашын деп тұр ғой, бірыңғай сөйлем мүшелер келіп тұр. Бүркіт, лашын, сұңқар дегендер. Осы кезде үтір қойылады. Немесе ой аяқталмай қалған кезде үтір қойылады балалар. Бізге тек қана нүктеменен үтірді қойып шықсақ болды. Дәптеріңізге көшіріп жазып, осыларды қойып шығыңдар. Сурет бойынша әңгіме құра. Қалай әңгіме құрауға болады? Анасы менен баласы бақшаға шығады, я? Сол кезде ұшып жүрген қарлығаштарды көреді. Қарлығаштар не істеп жатыр балалар? Өзіміздің шығармашылығымызды қосып, тамаша мәтін құраңдар. Жарайсыңдар. Бұл сабақтан не үйрендім? Жіктеу есімдігін білемін. Жіктеу есімдігі мен, сен, сіз, біз, олар деп аталады, я? Сонымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше сау, сәлемет болыңдар.